Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аль-хаджул мабрур лайса лахул жаза иллал жанна. Қабыл болған қажылықтың сауабы тек қана жаннат деп айтқан. Сахабалар сұраған: "Я Расулалла, ма биррул хаджи?" "Я Расулалла, ей Алланың елшісі, қажылықтың қабыл болу үшін нендей амал жасауымыз керек?" деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ит'аму таам ва ифшаус салам, күлер жүзді болу және мұсылмандарды тойдыру арқылы деген. Міне құрметті ағайын, сол хадиспен амал етіп, қасиетті Әл-Харам мешітінің айналасында жұмаға бара жатқан уақытта біз міне жүзімізді күлдіріп, мұсылмандарға осындай сыйлық жасап жүрміз. Ассаламу алейкум рахматуллах. Кайфа қалдым, тақаппалаллах. Міне біз қазір Әл-Харамның етегінде болған Ғазза деген жерде жүрміз. Бұл жердегі міне осындай базарлар, әртүрлі әшекей бұйымдар, қасиетті Құран кітабын, тәсбих, жайнамаз сынды кез келген заттарды табуға болады. Бала шағамызға келген қажылардың міне осындай керемет жайнамаздар, қалың жайнамаздар, мынау нағыз біздің суық жаққа керекті жайнамаздар. Өте қалың, әрі жеңіл екен, әрі қалың, әрі жеңіл екен. Кам хаза сажада? Кам? Міне 20 риал дейді. Осындай қалыңдығына қарамастан 20 риал. Яғни біздің теңгеге шаққанда 2000 теңге көлемінде болады. Керемет осындай жайнамаздар әсіресе ауылдағы ата-анамызға алып барып беруге өте жайлы. Намаз оқыған кезде сүйікті ата-аналарымыздың аяғынан суық өтпесін деп осындай жайнамаздарды қасиетті Мәкка қаласынан тәбәррүкан апарып беруге неткен керемет сыйлық десеңізші. Ассаламу алейкум рахматуллах. Маша Аллах. Құрметті ағайын, міне бұл жердің тағы да бір ерекшелігі, базарында да осындай Құран кітаптар сатылады. Міне осы баспада Құран кітап қазір 15 сар тұрады екен, 1500 теңге көлемінде болады екен. Осы жерден сатып алсаңыз, бұлар уақфун лил харам, харамға жасалған, яғни Әл-Харам мешітіне жасалған сыйлық деп сізге печать басып, печаттың мөрісін басып береді. Соны алып барып, Қағбаның айналасындағы Құран қоятын кітапханаларға, кітап орындарына қойып кетсеңіз болады. Сол жерде келген мұсылмандар оқыған сайын, әр келген мұсылман оқыған сайын сізге және жеті ұрпағыңызға осының сауабы, берекесі жетеді деген үміттеміз. Алла тағала берген садақаларымызды, ашық берген, жасырын берген садақаларымызды қабыл етсін иншалла. Алла бұйыртса міне Вақфуллахи та'ала, Алла жолында берілген садақа деп жатыр. Қазір Алла бұйыртса Әл-Харам мешітіне апарып қоямыз иншалла. Қасиетті жұма күніндеміз, жұма намазына бар жатырмыз. Алла тағала әрбір қазағымның отбасында жақсылық, береке болуын нәсіп етсін. Әрбір қазағым қасиетті Меккеге келіп, қасиетті мекендерге келіп, осындай Құран кітаптарды алып келіп, Әл-Харамның айналасында жасаған бір, қойған бір жақсылықтары болсын. Алла тағала ізгі амалдарымызды арттыра берсін, құрметті ағайын. Сауапты ісіміз көп болсын. Бұл Мекке қаласындағы тағы да бір жақсылық амалдардан біреуі, осындай орындықтар бар, арнайы. Осы орындықтарды сатып аласыз. Сіз сатып алып жатқан кезде дәл бағанағы сияқты артына жазып береді, харамға жасалған сыйлықтар деп. Соны алып барып, Әл-Харам мешітіне қоясыз. Сол кезде Қағбаның айналасында отырған мұсылмандар осы орындықтарға отыру арқылы иншалла ізгі амалдар, сауаптар бізге де жазылады. Алла тағала қабыл етсін. Қажакам Садық. Хамса? 5. Суккар кам? 20. 20? هذا 10. 10؟ تمام. أعطيني الواحد. Tamam, ما يحتاج كيس. شكرا. Міне, құрметті бауырлар, ағайын, міне, қазір бағына айтып қой, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан ит'амут таам, яғни бір мұсылманды тойдырып көңілін аулау деп,
бір құрмамен болса да өздеріңді тозақ отынан ұзақтатыңдар деген хадиспен амал етіп, міне бүгін біз жақсы қасиетті жұмаға бара жатқан кезде қазағымның атынан, әр қазағымның атынан иншалла міне осындай бір сауапты істер істеп жатырмыз. Алла тағала қабыл етсін. Құрметті ағайын, біріншісін өзіміз жеп көріп жатырмыз. Өте дәмді құрма. Қазір міне айтқанымыз сияқты әр қазағымның атынан осы жерде өтіп бара жатқан мұсылмандарға жақсылық болсын деп иншалла таратамыз. Фаддал аха. ومنهم من يقول ربنا إكرام إكرام خذ خذ شكرا شيل يا ميسر لو طيب سل يا طيب ما تريد تفضل أخ كريم السلام عليكم تفضل أخ كريم міне керемет, өзіңде іштей қуанып қаласың. Әр қазағым өзінің тұрған жерінде осындай хайыр хасанаттар, жақсылықтар жасаса, иншалла еліміз көркейет деген үлкен үмітпен қараймыз. Алла тағала берген садақаларымыз, жақсылықтарымыз қабыл етсін. Ассаламу алейкум. Қалайсыз, жағдайларыңыз жақсы ма? Келіңіз құрмадан қалыңыз. Алла қабыл етсін. Фаддал ах керем. هنيئا لكم إكرام هنيئا لكم تفضل أخ كريم دعاء إن شاء الله. Ал құрметті ағайын, міне әр қазағымның атынан қасиетті Мәкка қаласында өзіміздің атымыздан бір жақсылық жасаған үлкендай болып үлкен бір үміттеміз. Алла тағала қабыл етсін. Шыны керек, маған бұл жерде ұнайтын жақсы нәрсе, ұяда нені көрсең, ұшқанда соны көресің дейді. Бұл Әл-Харам мешітінің айналасында таваф жасап жүргенде және басқадай құлшылық жасап жүрген кезде жас балалар, сәби балалар қолдарына осындай құрмаларын алып таратып жүреді. Алаған қолдан береген қол абзал деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисімен амал еттіру мақсатында осындай жас күнінде балаларды өстіп жақсылыққа тәрбиелейді. Біз де осылай бала шағамызды тәрбиелеуге Алла тағала нәсіп етсін.